Оғыз мемлекетінің құрылуы. Алғаш оғыздар Жетісу жерінде тайпалық бірлестігін құрды. Бірақ Қарлұқ тайпаларының Жетісуға қарай қоныс аударуы оғыздардың Қарлұқтардан ығысып Сырдария бойына келуіне тура келді. Екінші жер аумағы Сырдарияның төменгі ағысы мен Арал бойы. Бұл жерде оғыздар қанғар печенектердің қарсылығына тап болды. Кейін қанғар печенектерді Сырдария бойына оғыздар ығыстырды. Үшінші жер аумағы Еділ мен Жайық өзенінің аралығы. Бұл жерде хазарларды, еділ бұлғарларын талқандады. Сөйтіп, бұл жердің барлығы Оғыз даласы деп аталды. Алғашқы ордасы Жетісуда тайпалық бірлестік болған кезде ескі Гузия деп аталды. Негізгі ордасы Янгикент, Сырдарияның өзенінің төменгі саласында орналасты. Енді біз оғыздардың орналасқан аумағын карта бойынша қарап көрелік. Міне өздеріңіз қарап отырсыңдар, карта бойынша сары бояумен берілген Оғыз мемлекеттің жер аумағы. Мына жерде Каспий теңізі көріп отырмыз. Мына бізде Арал теңізі. Сонда мына Сырдария өзені бізде құйып жатыр Арал теңізіне. Астанасы Янгикент қаласы. Сонда оғыздардың бұл жалпы жер аумағы. Сырдың төменгі ағысы бұл негізгі орталығы болды. Кейіннен оның жер көлемі Батыс Қазақстанға дейін ұлғайған болатын. Оғыздардың мемлекеттік құрылымы. Ең жоғарғы билеушінің лауазымы Жамғу болды. Келесі, Сүйу башы. Бұл әскердің бас қолбасшысы. Атабектер, мұрагерлерді тәрбиелеу үшін арнайы қамқоршылар. Сол кезде мұрагерлерді Инал деп атайды, кейде Иналдың тәрбиешісін Атабек деп те атап жүр. Оғыздар туралы дерек қалдырған бірден бір ғалым Махмуд Қашқари. Ғалымның дерегі бойынша оғыздар 24 тайпадан тұрған дейді. Боз оқ және үш оқ деген екі топқа бөлінген. Сонымен қатар арабтың ғалымдары Әл-Якуби, Әл-Фақих оғыздарда мемлекет болғандығы туралы жазып қалдырды. Оғыздардың саяси тарихы. Жалпы оғыздар өзінің жер аумағын кеңейтіп, Ұлы Жібек жолындағы сауда жолдарын нығайтқысы келді. 965 жылы оғыздар Киев Русімен одақтасты. Мақсаты Қара теңіз жағалауындағы құнарлы жайылымдық жерлерді тартып алу болды. Нәтижесінде Батыс Қазақстанда өмір сүрген хазар қағанатын талқандады. 20 жыл өткеннен кейін 985 жылы оғыз билеушісі тағы да Киев князі Владимирмен одақтаса отырып, еділ бұлғарларын талқандады. Сөйтіп, оғыз мемлекетінің саяси жағдайы күшейді. Ал 1041 жылы оғыздың соңғы әрі күшті билеушісі Шахмалік жабу тұсында оғыздар Хорезмді жаулап алды. Оғыз мемлекетінің құлау себептері. Ең алғаш оғыздар салжұқтармен ұзақ бойы соғысты. Екінші, тайпалардың ауыр салыққа қарсы көтерілістері көп болды. Үшінші, Қыпшақ тайпаларының соққысы. Төртінші, ішкі талас тартыстың күшеюі оғыз мемлекетінің құлауына септігін тигізді. Сонда 11 ғасырдың басында қайтадан күшейген қыпшақтар оғыздарды сыр бойынан ығыстырды. Сөйтіп, оғыз мемлекетінің орнында Қыпшақ хандығы құрылды.